Жер қонақ қандай ауруларға ем? Бұл өсімдіктің қазақ емшілігіндегі пайдасы. Жер бетінде 370 мыңнан астам өсімдіктер түрі бар. Соның бірі жер қонақтың тигізер пайдасы көп. Бұл өсімдіктің қандай ауруларға шипа болатынын білгіңіз келсе, онда видеоны соңына дейін көріп, каналға тіркеліп, лайк басып, пікір қалдырсаңыз, каналдың әрі қарай дамуына өз үлесіңізді қосасыз. Жер қонақ, басқа аты түйе саумалдық шаян мойын. Көп жылдық шөптектес өсімдік. Ұзындығы 60-90 см. Тамыр сабағы етті женді, айналма дөңгелек қыртысты келеді. Биязы шашақты жай масақ гүл шоғыры сабақ ұшында дара өседі. Кішкене гүлі ақ немесе ашық қызыл түсті келеді. Үш қырлы жылтыр қара түсті жемісі болады. Өсетін орындары: таулы өңірдегі қалың шөп арасында өседі. Алтай, Тянь-Шань тауларында көбірек тараған. Жинау және өңдеу әдістері: тамыр сабағы дәрі болады. Көктем және күзде қазып алып, топырағынан арылтып, тамыр шашақтарын алып тастап кептіреді. Емдік қасиеті: кермек дәмді, суық, райлы, уытсыз. Қызуды басып, уытты қайтарады, ісікті басады. Басты ем болатын аурулары және пайдаланылуы: бірінші, бауырдың жедел қабынуына, сары типтегі бауыр қабынуға. Жер қонақ тәтті дәрісінен 60 грамм жер қонақты суға 2 рет қайнатып, 2 рет қайнатпасына 30 грамм қара шекер қосып қайта қайнатады да 200 мл қалғанда пайдаланады. Әр ретте 100 мл күніне 2 рет ішеді. Екінші, ішектің қабынуына, дизентерияға, бауыр қабынуға, маңдай қуысының қабынуына, жоғарғы тыныс жолының қабынуына. 180 грамм жер қонақ пен 240 грамм бақбақты қосып талқандап, бал араластырып салмағы 9 грамм оқ дәрі жасап күніне 1-3 рет ішеді. Үшінші, қызба аурулардың сандырағына, қол-аяқтың құрысуына, шиқан, сыздауық және асқынған жараларға да лайықты мөлшерде пайдаланады. Істелу мөлшері 3-9 грамм. Басты құрамы можа қышқылы, ағаш майы, ағаш желімі сияқтылар. Видео пайдалы болған болса, туыстарыңызға, достарыңызға таратып, олардың дені сау болуына өз септігіңізді тигізіңіз. Видео танысу сипатына ие екенін және кез келген жағдайда дәрігермен кеңесуіңіз қажет екенін ескерген жөн. Келесі видеода жүздескенше аман сау болыңыз.